Баршаңызға сәлем. Сарымсақ сансыз ауруға ем атты жобамыздың екінші бөлімін ары қарай жалғастырамыз. Біздің заманымыздың керемет кеселдерінің біріне айналған аллергияда сарымсақтан сескенеді екен. Оның бір бөлігін алып, 1-2 қасық қайнаған суға үгітіп, езіп алып, тамақтан кейін күніне 3-4 реттен қабылдаса, бір аптадан кейін-ақ адам сауығып кетеді. Мұндай ем тіпті демікпе мен аллергиялық сипаттағы тері бөртпелеріне де шипа көрінеді. Ғалымдар сарымсақ құрамында рак клеткаларының өсуін тежейтін фитохимиялық заттар бар дейді. Рак ауруларын емдейтін ұлттық институттың мәліметтері бойынша сарымсақты үзбей пайдаланатын адамдар арасында асқазан мен тоғышек рагіне шалдығушылар саны жоққа тең. Сондықтан сарымсақтың әсерін күшейте түсу үшін оны күн сайын майдалап езіп, сірке су және балмен араластырып үзбей пайдаланған мақұл. Англияның Lancet деген медициналық журналы ағзадағы холестеринді азайтып, қаннан толық бөліп шығарудың тиімді тәсілі күн сайын сарымсақ жеу деп есептейді. Ол үшін сарымсақты үккіштен өткізіп, сірке сумен араластырып, дәміне қарай бал қосады. Bir жолға 1-2 бөлік жетеді. Демікпе. 2 бөлік сарымсақты майдалап езіп, 1 қасық алма сірке сумен араластырады. Бірнеше тамшы бал қосады. Соны әрқашан таңертең аш қарынға ішсеңіз, өзіңізді жақсы сезінесіз, біртіндеп құлантаза сауығуыңыз мүмкін. Диабет. Американдық диетолог Клейннің зерттеуі бойынша едәуір мөлшердегі сарымсақ, бұршақ және үрме бұршақ қосындысы диабетпен сақтанатындардың қанын сұйылтуға ықпал етіп, қан айналымын түзейді, қан құрамындағы қант азаяды. Аталмыш қосындағы алма сірке суы мен бал қосса, әсері тіпті молая түседі. Туберкулезге ем. Туберкулез ауруына шалдыққан адамның ас мәзірінде міндетті түрде сарымсақ болуы шарт. Әр 2 сағат сайын 1-2 түйір сарымсақ жеу қажет. 400 ақ желке мен 400 грамм сарымсақты үккіштен өткізіп, 1 кг сары май және 5 кг балмен араластырып, қайнап жатқан су буында 5-10 минут араластырып ұстайды. Астың алдында 50 граммнан қабылдайды. Тұмаудан сақтайды. 1-2 тіс сарымсақты майдалап, 1-2 шай қасық қойдың маймен араластырады. Дайын болған қоспаны түнде жатар алдында табанға сіңіріп жағады. Сарымсақ суықтан сақтайды. 250 грамм қабығынан тазартылған сарымсақты майдалап турап, 1 литрлік банкіге салады. Оның үстіне таза арақты толтырып құйып, 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қойыңыз. Күніне бірнеше рет банкіні қозғап қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбаны таңғы астың алдында 2 шай қасықтан қабылдайсыз. Жүрек ауруына ем. Жүрек ауруларына да сарымсақ таптырмайтын ем. 1 литр балға 10 лимон солын қосып, оған 10 сарымсақты ұсақтап араластырып, тығыз жабылған ыдысқа салып қояды. Ол қараңғы, салқын жерде 1 апта тұруы тиіс. Сосын күніне 1 рет 4 шай қасықтан тамақтанардан 20-30 минут бұрын қабылдайды. Әр қасықты жұтқан сайын арасына 1 минут үзіліс жасап алған жақсы. Бұл қоспа демікпесі бар стенокардияға өте пайдалы. Тіпті бірер адым жүрген сайын ентігіп қалып, тыныстап алатындардың өзі осындай тұнбаны қабылдағанда сауығып кеткен. Жараға пайдасы. Тұнбаны жараға жағып, терінің зақымданған жерін сүртсе де артық етпейді. Сарымсақ теріге сыздауық, сүйел, темір еткі, қышыма тағы басқа жаралар шыққанда да таптырмайтын ем. Мысалы, шағында шүберекті өсімдік майына шылап алып, артық майын сығып, ортасына ұсақтап туралған сарымсақты салып, сыздауықтың тағы басқа жаралардың үстіне жапсырып таңып тастаса, сыздауықтың қабығы тез жарылып, қабынуы тоқтап, ауруы басылады. Жараның үстіне таңған сарымсақты күн сайын ауыстырып тұру керек. Шаш өсуіне пайдалы. Пияз сарымсақ асқазан простатит, өңіш қатерлі қарсы қорғайды. Жүрек ауру қаупін 20%-ға азайтады. Ұмытшақ болсаңыз, 2 дана сарымсақты қабығынан ашып тазалап, өзінің арнайы сыққышымен езіңіз. Сарымсақ езбесін 400 грамм айранға қосып, әбден араластырыңыз. Айранды 2 стаканға бөліп құяды. Осы айранды 1 күн бойы аз-аздап ұрттап, кешке дейін ішіп бітіру қажет. Емделу курсы 2 аптаға дейін созылады. Қорыта айтсам, сарымсақ зерттеулер барысында бұл көкөністің келесі ауруларды емдеуге оң әсерін дәлелдедім. Паразиттік құрттар мен ағзаның инфекциясы, витаминдердің болмауы, вирустық және бактериялық инфекциялар, жүрек тамыр жүйесі аурулары, гипертония, дененің қорғаныс функциясының
проблемалары: онкологиялық аурулар, импотенция, тамырлардың бітелуі, тромбофлебит, бірлескен аурулар. Қандай ауруы адамдар пайдалана алмайды? Қандай ауруы бар адамдар пайдалана алмайды? Асқазан ішек жолдарының аурулары, өткір немесе созылмалы гастрит, ойық жары және басқа аурулар. Панкреатит, анемия, қуық аурулар, геморрой, өнімге аллергиялық реакциясы бар адамдар. Күнделікті пайдалану арқасында бұл шөпті көкөніс көптеген ауруларды жеңе алатын ерекше өнім болып табылады. Оны пайдалану бал мен тұнбалар ретінде қуырылған түрде. Егер сіз өзіңізді күніне 2-3 сарымсақпен шектесеңіз, барынша пайда келеді. Егер шектеулер тізімінен аурулардың кем дегенде біреуі болса, оны шикі түрде қолданбаңыз. Ұсыныс: салауатты өмір салтын қалыптастыруда сарымсақтың денсаулыққа пайдасын көптігін біле отырып, күнделікті тұрмыста жиі қолдануыңызға кеңес беремін. Сарымсақтың және басқа да көкөністер орта мектептің арнайы курстарында кеңінен таныстырылса, оқушылардың салауатты өмір салтын ұстануға көп пайдасы тиер еді. Осымен жобамыздың соңына да жеттік. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп кетіңіздер. Алда тағы да қызықты бейнебаяндар ұсынатын боламыз. Сау саламатта болыңыздар.